Бүгінгі сабағымызда өнеркәсіп төңкерісі және индустриалды қоғамды қарастырамыз. Жалпы өнеркәсіп төңкерісі бізде 18 ғасырда Англияда фабрикалық жүйеге көшу мәселесі көтеріле бастайды. Жалпы фабрикалық жүйеге көшу кезінде ең алдыменен бізде мануфактуралық жүйе кезең болған болатын. Осы мануфактуралық кезеңнен фабрикалық кезеңге өту кезеңін бізде өнеркәсіп төңкерісі деп атаймыз. Өнеркәсіп төңкерісі кезінде екі жағы қарастырылады. Ол бізде біріншісі техникалық жағы, екіншісі әлеуметтік жағы. Техникалық жағы ол әрине техникаға байланысты сүйеніп дамытайық деп қолдайтын жағы. Ал екіншісі әлеуметтік жағы, ол бізде әлеуметтік жағы, ол бізде капиталистік қатынастарды дамыту мәселесіне көтерген кезеңі болып табылады. 17 ғасырдың сонына қарай, нақты айтқанда 1662 жылдан бастап бізде Англияда бірнеше өзгерістер, білім саласына қарай көптеген өзгерістер жүргізілген болатын. Ол бізде біріншісі корольдік қоғам құрылған болатын. Біріншісі. Екіншісі бізде фабрикалар жүйеге іске қосылған болатын. Және де орта мектептер ашыла бастады, училищелер ашыла бастады. Және де ең бастысы осы кезде 18-17 ғасырларға қарай ең бастысы бастауыш білім беру жүйесі қалыптасады. Осындай білім беру саласына қарай бізде 17 ғасырда Англияда өзгерістер ене бастаған болатын. Одан кейін бізде қоғамдық жүйе кезінде ең бастысы бізде фабрикалық жүйелерге көшу кезінде индустриалды қоғам белгілері үш негізгі белгі бойынша ерекшеленген болатын. Ол бізде ең біріншісі, алғашқысы өндірістердің өсуі, ол зауыт фабрикалардың көптеп ашыла бастауы индустриалды қоғамның бірінші ерекшелігі. Екінші ерекшелігі бізде урбанизация, яғни ауылдық жердегі халықтардың қалаға қарай келіп көптеп қоныс аударуы, және қала халқының санының артуы. Ол екінші белгісі. Үшінші белгісі әлеуметтік топтар, яғни буржуазиялық және пролетариаттық топтардың өсуі бізде осы үш белгі бойынша индустриалды қоғамның белгілері қалыптасқан болатын. Енді бізде 18 ғасырларға қарай фабрикалық жүйелерге көшу кезінде өзгерістер, яғни машиналарды ойлап табу, техникалық мәселелерді көтеру мәселесі қарқынды дамыған болатын. Соларға жеке тоқталатын болсақ, 1733 жылы Джон Кей деген адам ұшқыр шөлмекті ойлап тапқан болатын. Екіншісі 1738 жылы Аркрайт бізде жіп иіру машинасын ойлап тапқан болатын. Жіп иіру. Енді бізде 18 ғасырларда техникалық машиналар барлық шығып жатыр. Бұның ең басты минусы деп айтамыз ба, зияны деп қарастыратын болсақ, ол әрине жұмыс істейтін топтарға, жұмысшыларға жұмыссыздық мәселесіне алып келген болатын. Неге? Себебі бұл жіп иіру машинасы, ұшқыр шөлмектерді адам өзінің қолмен емес, техникалар арқылы жұмысты
атқаратын болған. Мысалға, мануфактуралық кезеңде бізде ең басты күшті еңбек бөлінісінде қолмен жұмыс жасау дамыған болатын. Сол себепті оны мануфактуралық кезең деп атайды. Ал енді қолмен еңбек күшке салатын жұмысты енді фабрикалық кезең кезінде бізде адамның қатысуынсыз, мысалы, адамның қатысуынсыз деп емес, мысалға, адамның еңбек күшінің қатты күш салмай, машиналардың күші арқылы адамдар өздерінің жұмыссыздық мәселесіне алып келген болатын. Мысалға, бір адамның бір техниканың жұмысын мануфактуралық кезеңде 18-20 адам істейтін болған. Ал фабрикалық кезеңде 18-20 адамның орнында жұмыс істейтін жұмысты бір техника атқарады. Ол дегеніміз, сонда басқарып отыру үшін фабрикалық кезеңде бізде бір ғана адам жұмыс істеген болса, техниканы басқарып отыруға, ал мануфактуралық кезеңде 18-20 адам жұмыс атқаратын болған. Осы себепті жұмыссыздық мәселесі көбейгеннен кейін шаруалар ақырындап техникаларға қарсы өздерінің наразылықтарын білдіру мәселелерін көтере бастаған болатын. Одан кейін 1738 жылдан кейін 1765 жылы Джеймс Харгрейвс деген кісі, Харгрейвс бізде Дженни деп аталатын техниканы машинаны ойлап тапқан болатын. Одан кейін 1767 жылы бізде Хейс 1767 бізде 67 жылы судың көмегімен жіп иіру машинасын ойлап табады. Иіру машинасын ойлап табады. Яғни жіптерді барлығын мануфактуралық кезеңде адам өзінің қолымен арқылы иіріп, оны өңдеп, әйтеуір киім жасайтын болса, өзін еңбек күшке салып отыр. Енді фабрикалық кезеңде оны барлығын техника жұмыс атқарады. Келесі, 1771 жылы Аркрайт бізде фабрика ашады. Фабрика ашқан болатын. Фабрикалық жүйе 71 жылы өзінің жоғарыға қарай дамуын көрсеткен болатын. 1771 жылы фабриканы Аркрайт ашқан болатын. Яғни фабрика алғашқы жіп иіру фабрикасы осы кезінде ашылған болатын. Ақырындап 1786 жылы бізде Англияда почталық күймелер жұмыс жасай бастаған болатын, яғни дилижанстар. Ол дегеніміз ақпараттың барлығын почта арқылы бір жерден екінші жерге салып жіберу мәселесі көтерілген болатын. Ол қазіргі 21 ғасырға дейін, әлі күнге дейін почта жүйесі жұмыс атқарады. Одан кейінгі мәселе бізде келесі қарастырылатын, мысалға, мына жерде барлығын айтып өттік бізде. Жіп иіру, бұл мысалға техникалардың барлығы шығарылып жатыр. Енді адам жұмысшылар жұмыссыз. Кедейлік мәселесі қарқынды әлеуметтік мәселе жағына қарай төмен түсіп, халық кедейлік тауқыметін тартып отыр. Халық не істейді? Шаруалар. Әрине, өздерінің жұмысынан жұмысынан кетіп қалғанына кінәлап, ұшқыр шөлмектерді, машиналарды жіп иіру, фабрика, зауыттарға қарай тас атып, оларды өрттеп, сындыра бастайтын болған.
осы кезде ең алғаш рет Недда Лудда деген жасөспірім бала ең бірінші рет өзінің машинаны сындырған болатын. Осы себепті Недда Лудданың атымен Англияда Луддашылар көтерілісі болған болатын. Осы Луддашылар көтерілісі кезінде көптеген Англиядағы зауыт фабрикаларға, техникаларға залал келтірілген болатын. Кейін парламент Луддашыларды өлім жазасына кесу туралы өздерінің шешімдерін қабылдайды, бірақ ол соңына дейін атқарылмай қалады. Енді зауыт фабрикалардың барлығынан кейін бізде 1825 жылы тағы да ең үлкен жаңалықтардың бірі паровоз ойлап табылады. Яғни ақырындап пойыздардың даму кезеңі ақырындап байқала бастайды. 1825 жылы ең алғаш рет паровоз Дарлингтон мен Стоктон арасында жүргізілген болатын. Кейін Англияның астанасы Лондон дүниежүзілік әлемдік сауда орталығына айналған болатын. Және де осы кезде фабрикалық жүйесіне 18 ғасырда Англияға тең келетін бәсекелес мемлекет болмаған болатын. Оның, яғни бұйымдар жағына қарай алатын болсақ, бәсекеге қабілетті мемлекет, теңесетін мемлекет болған жоқ. 19 ғасырда машина ғасыры, темір ғасыры деп аталған болатын. Осылай Англияда ең басында да атап өткендей жаңа топтар қалыптасқан болатын. Мысалға, орта тап, буржуазиялық, пролетариаттық топтар. Мысалға, орта таптарға мамандық иелері қалыптасады. Орта таптың ішінде мысалға өнер тапқыштар, инженерлер, дәрігерлер, оқытушылар, офицерлер, бұның барлығы, тағы басқа көптеген мамандық иелері бар. Солардың барлығы орта тапқа жатқызылатын болған. Осылай бізде фабрикалық жүйе кезінде тек қана фабрика, зауыттарға ғана емес, және білім жүйелеріне де өте көп өзінің пайдасын әкелген болатын. Осылай бүгінгі сабағымызда бізде өнеркәсіп төңкерісі мен индустриалды қоғам жайлы қарастырылып, толығымен өтіп шықтық. Енді